Досымжан! Досым! Не болды, Әлібек? Досым, сыртқа шықсаңшы, ойнайық. Қойшы, сен әрбір нәрсеге ашулана бересің. Ойынымыз соңына дейін жетпейді. Құр босқа ренжісіп тарқаймыз. Бұл жолы ашуланбайым, сөз берем. Ылғи солай айтасың. Сосын ашуланғанда бұл сөздеріңнің біреуінде есің алмайсың. Досым, бұл жолы ашулансам, сенің ақылыңды тыңдайтын болам. Дереу сөзіңе тоқтайым. Жарайды, қазір шығам. Досым, ойыншықтарыңды ала шығасың ғой, жарай ма? Өзіңнің ойыншықтарың қайда? Ой, бәрі сынып бітті ғой. Айттым ғой саған, ашуланып ойыншықтарыңның бәрін сындыра берсең, ойыншықсыз қаласың деп. Ойыншықтардың бәрін сапасыз жасаса қайтем енді? Екеуміздің де ойыншықтарымыз бір дүкеннен ғой, бірақ менікі сол күйі сау. Болды, досым, ақыл айта бермей шықшы тезірек. Жарайды, қазір шығам. Неге менікі құлап қала береді де сенікі құламайды? Мә саған, сенікі де құласын. Мұның не? Менікі неге құлатасың? Кеттік, одан да асық ойнайық. Әлібек, сен ашуланбай атсаңшы, сонда қолыңда дірілдемей тура тигізесің. Маған асық атуды сен үйретпей-ақ қойшы. Ей, менің асықтарымды неге лақтырасың? Асықтардың не күнәсі бар, айттым ғой саған. Бұл ашуланшақ мінезіңнен ешкімде сенімен ойнамайды. Ойнамасаңдар, ойнамай-ақ қойыңдар. Кетіңдер бәрің. Кеттім. Кете бер. Сені кім ұстап тұр? Аяғым қырсық. Жетпей тұрғаны да осы ет. Бәле жіп болдың ғой. Сеніме қазір. Коко, сен осы блоктарды қалай қиналмай тез қоя саласың? Бұл ойынды сен секілді жүйкесі жұқарған ашуланшақтар ойнай алмайды. Неге екен? Ашуланғанда жүрек қатты соға бастайтындықтан қан айналымы да жылдамдайды екен. Мұндай жағдайда денеде байсалды бола алмайды. Шапшаң әрекет етуге дайын тұрады. Ашуланшақтар шешімді де ойланбай тез қабылдайтындықтан көбіне қателесіп жатады. Сондықтан да ашу дұшпан, ақыл дос. Ақылыңа ақыл қос деген қазақ. Ал мұндай ойындар шапшаң әрекет ететіндер мен сабырсыздарға жарамай. Сол үшін де мені бұл ойыннан бәрібір жеңе алмайсың. Коко, не боп жатыр? Қарап жібер. Үлкен экранға шығаршы, көрейік. Құп болады, агент мырза. Сақшы, Робо, дереу оқиға орнына жетейік. Құп болады. Робо, маған арқан бер де, өзің жұмсақ төсеніш бол. Балақай, талдың басында не істеп жүрсің? Үйшігімізге шығатын сатымыз бар еді. Әлібек ашуланып, үстінде тұрып кесіп тастады. Сөйтті де өзі төбесінде қалып қойды.
сосын өзінше өрмелеп түсем деп бұтаққа ілініп қалды. Коко рас айтады. Ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді Әлібек. Көрмейсің бе? Ашу сені қалайша ақылсыз әрекетке алып келгенін. Нәтижесінде достарыңа күлкі болдың. Білем. Енді ашуланбайым. Міне, бәрекелді. Өмірдің өзі саған орынсыз ашудың қандай зиян екенін көрсетіп отыр. Ашуланшақ адам доссыз қалады. Иә, дұрыс айтасыз. Қаншама досымды ренжітіп алдым. Бәрінен кешірім сұрайым. Рахмет. Рахмет. Әлемді ізгілік құтқарады.